إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة السلام عليك يا رسول الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ғаламның рахмандары бүкіл адамзаттың сүйіктісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам мұбаракына пайғамбар отбасы пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның Қасым Абдулла Ибрагим Мұхаммад алейхиссаламның қыздары Зайнап Урқия Умму Фатима бауыры Әзірет Әли жиендері Әзірет Әли балдары Хасен Хусейн Мұхаммед Қама Пейғамбар Абджилел баб, Абдурахман баб, Исқақ баб, Арыстан баб, Құлғожа Мосауи, Мәді Мұхаммед, Қожа Жахан Қылыш, Абдурахман Пірзада Бағы Мұхаммед, Темірғожа Айғожа Ремет, Абылай Хусейн баларды тараған бүкіл әруақтарға қоссаң Құран қатым егесі, алқамда Дүкіжан немересі Батырбек баласы Құдайберген атамызға бағыштады. Және де алқанда Ботабектегі Қожабек Сейдахмет қызы Батырбек келді Тыныштық апа мұқтарына, және парзанты Жанатбектің мұқтарына, қоссаң ұлы аталары кешегі Найман аталарына тараған, сол Найманның ұлы аталары болып табылатын алқамда Садыр ата мұқтарына, Сары жетім ата мұқтарына, Қарлығаштың мұқтарына, Кіші Абыз мұқтарына, Күнтудың мұқтарына, Қойшыбайдың мұқтарына, Дүкіржанның мұқтарына, Батырбектің мұқтарына, Батырбек баласы Құдайберген ата мұқтарына бағыштадыр. Және де алқамда кешегі 5 қасқыр алқамда Қаракерей Қабанбай мұқтарының кеті ұрпағы алқамда Батырбек келіні Қожабек Сейдахмет қызы алқамда Тыныштық апа мұқтарына, Парзан Жанатбек мұқтарына, және құдасы мына Қизаттың әкесі Дәулеткерей мұқтарына бағыштады. Және осы жерде жатқан Ла иляха илlallah Мұхаммад Расулын бүкіл әруақтарға бағыштады. Бір Алладан рахмат болсын, пайғамбарымыздан шапағат болсын. Я Алла, я Рахман, я Рахим. Артындағы фарзанттарының зияратын Алла тағала қабыл ете көр. Ғизат пен ғаданың бүгінгі арнайы дастарханын Алла тағала қабыл етіп, я Алла осының сауабын өздеріне беріп, Құдай тағала тілек ниеттерімізді Алла қабыл ете көр. Я Алла келе жатқан мұсылмандардың ең үлкен мейрамы Құрбан айт мейрамы құтты болсын. Осы құрбандығымызды Ибрагим пайғамбардың құрбандығын етіп Алла тағала қабыл етсін. Аллах. Зияраттарыңыз қабыл болсын.